Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 8-ші бөлім музыка қазақтың киелі домбырасы бөлімі бойынша әлемге танымал Ұлытау. Оқу мақсаты: мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып, талдау жасау. Бағалау критерийлері: мәтіндердің идеясын анықтайды, мәтіндердің мақсатты аудиториясын салыстырады, мәтіндерге талдау жасайды. Жаңа сөздер: тыңдарман, дәріптеу, батылдық, ұйытқу, аңқу, жылқының желісі, қатал жүзді және үйлестіру. Берілген жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып жаттап аламыз. Бірінші айтылым тапсырмасы. 40-шы бет. Сұрақтарға жауап бер. Балалар, күй дегеніміз не? Күй туралы кімнің поэмасы бар? Ол поэмада кім бейнеленген? Сен күй тыңдайсың ба? Қандай атақты күйшілерді білесің? Домбыра қандай аспап? Домбыра туралы не білесің? Және қазіргі күйшілер туралы білесің бе? Міне осы сұрақтарға жауап береміз. Келесі жазылым тапсырмасы. Екінші тапсырма. Суреттер бойынша әңгіме құра. Келесі тапсырма. Тыңдалым оқылым тапсырмасы. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықта, түсінгеніңді баянда. Мәтін. Қазақтың Ұлытау этно-рок тобы 2001 жылы құрылды. Топтың мақсаты бүкіл әлемге тыңдармандарды халық шығармаларының сұлулығы мен қазақ халқының мәдениетімен таныстыру. Сонымен қатар, өскелең жас ұрпаққа домбыраның қадір-қасиетін дәріптеу. Ұлытау тобы отандық және әлемдік заманауи инструменталды музыка саласындағы жаңалық. Топ музыканттары Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Нұрғиса Тілендиев, Бах, Вивальди, Паганини сияқты композитордың шығармаларын ерекше құлшыныспен ынтамен орындайды. Ұлытау тобының мүшелері әлем классиктерінің таңдамалы шығармалары мен қазақ классиктерінің туындыларына бірдей қызығушылық танытып келеді. Түрлі тақырыптағы түрлі дыбыстық ерекшеліктері бар туындыларды орындайды. Олардан дала желінің ұйытқуы, күн көзіне күйген шөптің иісі аңқиды, тәкаппар, сәнді жылқылардың желісі байқалады. Қатал жүзді ақсақалдар мен әдет-ғұрыптардың арбаушы сиқыры елестейді. Бұл өнерді world music деп те атауға болады. Ұлытаудағы электрогитараның асқан шеберлі ұйқастары Ричи Блэкмордың ұқсас экзерсистерін еріксіз еске түсіреді. Ал динамикалық және жуан даусының ырылдауы Роджер Гловерді елестетеді. Музыканттар скрипканың нәзік үнімен, төл дыбысымен ерекшеленетін, қара домбыраның үнін ауыр роктың, блюздің жайландыратын New Age-тың мәдениетімен тамаша үйлестіреді. Міне балалар, осы мәтінді оқып шығып, негізгі ақпаратты анықтайсыздар және түсінгендеріңізді баяндайсыздар. Келесі жазылым тапсырмасы 42-ші бетте 5-ші тапсырма. Берілген етістіктерді шақ формасымен түрлендіріп сөйлем құра. Етістіктер берілген. Осы етістіктерді шақ формасымен түрлендіріп сөйлем құрайсыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.